Бауыржан Момышұлының естелігінен. Бір күні Мәскеудегі Чайковскийдің залына бардым. Алдарыңызда Гнесин атындағы институттың студенті Клавдия Григорьевна Коркина деп жариялады жетекші. Тал шыбықтай 18-19-дардағы ботакөз қарашаш, бұрымы тоқпақтай бір сұлу қыз шыға келді. Безенің кавалерия карменінен оңдыртпай соқты. Мен ал-дал болып есімнен адаса жаздадым. Концерт біткеннен кейін іздеп барып таптым. Екеуміз көңіліміз жарасып қалды. Бір күн түнеп шыққаннан кейін есімнен шығып кетті. Московский государственный университеттің алдында келе жатыр едім. Ломоносовтың ескерткішінің алдында тұр екен. Қарсы алдымнан қарны қампайған жас келіншек шыға келді. Шырамытамын, бірақ қайда көргенім есімде жоқ. Қалайша сіз мені танымайсыз? Мен сізден жүкті болдым ғой. Не құларымды, не жыларымды білместен қатты сасып қалдым. Саспаңыз, полковник, әкем әлде қашан өлген кісі еді. Шешем жақында ғана өлді. Мен жалғызбын әзір. Мен цыганкамын. Жалғыз болғым келмейді. Сізге алғыс білдіремін, полковник. Мен сізден жүктімін. Демек, мен енді жалғыз емеспін, деді. Мен сізді құттықтаймын, Клавдия Григорьевна, дедім мен. Рахмет сізге, полковник. Мен сізді осындай мейірімді адам деп ойламаппын. О не дегеніңіз, Клавдия Григорьевна? Ол болса да, қыз болса да, мен әкесі, ал сіз анасысыз, дедім мен. Тағы да алғыс білдіремін, полковник, деді ол. Кафеге жүріңіз, бір шынайы қара кофе ішіп қайтайық, дедім мен. Қуана-қуана, полковник, мен өзімді сондай жалғыз сезінетінмін. Рахмет сізге, полковник, деп бітті. Солай 16 қыркүйек 1947 жылы дүниеге қыз бала келді. Мен босану үйіне келдім. Әкесі ретінде нәрестені перзентханадан алып шықтым. Үйлеріне әкелдім. Әлі күнге дейін мен оларды материалда және моральды тұрғыда көмектесіп тұрамын. Клавдия Григорьевна Гнесин атындағы институтты бітіріп, Всесоюзный радиокомитеттің бас редакторы болып кетті. Ал Елена Бауыржановна қазір 22-де Москва педагогикалық институтының драматикалық факультетінде оқиды.